Сәлеметсіздер ме оқырман? Ақтөбе қаласындағы нөмір 49-шы Туған бөбекше балабақшасы балаларды ерте дамыту институтының бастаған айналайын челленджін қабыл алды. Балалар, бүгін біз шеберханамызда ерекше қолөнер жұмысымен айналысамыз. Бір-бірімізге деген жылы лебіздерімізді жүрекшелер арқылы жеткіземіз. Алдарында қағаздардан жүрекшелер қиып, бір досымызға жылы сөз айтып, бір-бірімізге сыйлыққа беретін боламыз. Бүгін бізде жылулық шеберханасы. Айналайын, сені күлкі әдемі. Тәттілік көреміз. Айналайын, сен қандай ойнайсың? Айналайын, сен бойын әдемі. Мен Ешмұраты Алтынай Өсіпбайқызы Ақтөбе қаласындағы нөмір 49-шы Думан бөбекше балабақшасының тәрбиешісімін. Мен тәрбиешімін. Тәрбиеші болу бар баланың көңіліне жол тауып, болашағына жарық шырақ бола білу. Тәрбиеші болу үлкен жауапкершілік пен шексіз махаббатты талап етеді. Өйткені біз бала өміріндегі ең алғашқы ұстазы, ең алғашқы үлгі тұтар тұлғасымыз. Тәрбиеші болу тек қана білім беру ғана емес, баланың бойына мейірімділік, адамгершілік сияқты қасиеттерді сіңіру болып табылады. Өзімнің 10 жылдық еңбек жолында осы мақсатта жұмыстанып келе жатырмын. Әр атқан таңым балалардың қуанышымен басталып, жетістіктермен толығуда. Тәрбиеші бала бақытының бағбаны. Мен өз мамандығымды мақтан етемін.